Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіз. Математика 4-ші сынып 128-129 сабақтарды сіздерге түсіндіретін боламын. Бүгінгі бізде тақырып қорытындылау. Бірінші есебімізде берілгенде есепті шығар депті. Саябақтау көгалдандыру үшін қыш ыдыстар сатып алу керек. Ұзындығы 5 метр 10 см қабырғаға жағалай орналастыру үшін диаметрі 85 см дөңгелек пішінді қанша қыш ыдыс сатып алу қажет деп сұрақ қойылған екен. Бұл есепті сіздерге мен 5 метр 10 сантиметрге айналдырылатын болсақ 510 сантиметр болады. 510 сантиметрді 85 сантиметрге бөлсек 6 шығады. Сонда 6 ыдыс деп белгіледік. Екінші есепте берілгенде есепті шығар деген топтық жұмысқа арналған екен. Тік төртбұрыш пішінді қыш астаудың ұзындығы 4-3 метрге, ал ені 4-1 метрге тең. Қабырғаларының ұзындығы сантиметрмен тап. Қыш астаудың табанының ауданы мен периметрін есепте деген екен. Сіздерге есептеп ұсынып отырмын. Дәл осылай жазып аласыздар. Формулалармен жазып қойдым. Естеріңізде сақтап алыңыздар. Номер 3-ші есепте теңдеулерді шеш деген екен. Сіздерге 4 теңдеу берілген екен. Бұл есепті төртеуінде шығарып сізге көрсетейін. Бұл күрделі теңдеуге жатады, қарапайым емес. Бұл міне бірінші, екінші теңдеулердің жауаптары мен жазып қойдым. Міне тағы да 2, 3 пен 4-ші теңдеудің жауаптарын дәл осылай жазып аламыз. Сіздерде дәл осылай жазып алыңыздар дәптертеріңізге. Ал бүгінге бізде 4-ші есепте шығармашылық жұмыс ретінде берілген. Сызба бойынша есептер құрастыр және оларды шығар деген екен. А және Ә бөліктерінен тұрады екен. Жылдамдықтары, сағат уақыттары белгілеген. Бұл жерде арақашықтықтарын табу керек екен. Міне бірінші А есебімізде 2 қала арақашықтығын 700 км-ге тең деп алдық. Формулалардың бәрін жазып қойдым. Дәл осылай жазып аласыздар. Бұл 4-ші есептің Ә есебінде міне жаздым. Формуламен де бұл есепте де формуламен жазып қойдым. 2 ауылдың арасы 480 км болып арақашықтығын тауып жаздым. Бүгінгі біздің 5-ші есебімізде диаграммада оқушының тәулік бойы әртүрлі іс-әрекетке жұмсаған уақыты бейнеленген. Диаграммадағы мәліметтер бойынша кесте құр, сағаттағы уақытты анықта деген екен. Міне сіздерге көрсетіліп қойған бір тәулікте түрлі түсті бояулармен жасыл түсті, қызыл, сары, көк, күлгін, қызғылт, көк түстермен белгілеп қойған екен. Сіздер осыны сағатқа айналдырасыздар бөлігімен. 6-ші есепте сен зерттеушісің дейді. Есепті суреттің көмегімен шығар дейді. Бір қатарда қойылған 4 қалтаның әрқайсысына олардың ішіне салынған 2 дөңгелектің түстері жазылған. А, АЖ, АQ, ЖQ. Бұл жерде А ақ, Ж жасыл, Q қызыл. Бірақ әр жазба көршілес хат қалтаның ішіндегіге сәйкес келеді. Хат қалтаның әрқайсысын қанша дөңгелек салуға болады деген екен. Ол жерде 7-ші есебімізде бұл үй тапсырмасы ретінде беріледі сіздерге. Бұл есеп А және Ә бөліктерінен тұрады екен. А бөлігін шығарамыз, Ә бөлігіне кері есеп құрастырып жазуға үй тапсырмасы ретінде беріледі екен балаларға. Міне сіздерге А бөлігінің есебін шығардым. Дәл осы есепке сіздер кері есеп құрастырып жазып апарсаңыздар болады. Осы видео ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз, және арнама тіркелмеген болсаңыз арнама тіркеліп кетуіңізді өтінемін.